Сәлем баршаңызға. Мен бүгін көйлектің екінші күні. Менде осындай мына этикеткасымен тұрған көйлек бар. 48-ші размер. Менің размерім вообще-то 40-ші размер. Бұл көйлектің білмеймін қаяқтан келген, есімде жоқ. Осы көйлекті бұзып жаздық бір көйлек тігетін боламын. Яғни бұның материалы шелк. Енді осыны өзгертетін боламыз. Нарада юбка жағын қалдырамын. Тек үстіңгі жағының фасоны өзгертетін боламыз. Ол үшін ең әуелі белін сөгемін. Замок барлығын сөгу керек. Сонда менде қалатыны юбка бөлігі сол күйінше қалады. Енді сәл қысқартамын. Мынау қолы қалады. Тек мынау алдыңғы бөлігін сәл өзгертіп, қазіргі хит жағалар болып жатыр ғой. Сондай жаға салатын боламын. Менімен бірге болып каналымды бақылап отырыңыздар. Мынадай сөккішті пайдаланамын. Белінен бастап сөгетін боламыз. Көйлектің детальдарын сөгіп алдық. Мынау юбка бөлігі. Юбкасы бөлек сөгіп алдым. Мынау жеңдері. Міне екі жеңі. Бұларды сол күйінше қалдырамыз. Бұнда тек өзгертетініміз алдыңғы бөлігі. Алдыңғы бөлігінде мынау желбіршектерін алып тастаймын. Мына жерін сөгіп, примерно сәл ғана қысқартатын боламыз. Базовый лекаланың несі. Мына арада мына жерді қысқартып тастап, бұлайынан қосып жабық түрінде қалдыратын болам. Алды жабық болады. Мынаусын сөгіп алып тастаймыз. Мынаны сөгіп алып тастаймыз. Содан кейін қайтадан құрастырамыз. Осылай сөгіп алдық. Мына жерде тұрған детальдары. Бұны қазір қайтадан тігіп шығамын. Мына жерде тұрған деталь. Бірінші осыны тігіп аламын. Содан кейін мына лекала бойынша шамалы кішірейтеміз. Мына жерден былай қолтық ойындыларын барлығын ретке келтірем. И алдынан сәл ғана мынаны қосып алдын. Былайынан. Алдын сәл ғана былай жасаймыз. Міне, осылай қосып алдым. Міне. Енді оверлоктауға жет. Мына жағын тоже қосып алдым. И ортасын тоже осылайынан. Примерно 1 сантиметрден жетпейді енді. Плюс-минус 0,7-0,8 миллиметр болу керек. В общем, енді мынау бойынша сәл аламыз. Мына бізде иығы үлкен болған. Маған иығы үлкен негізі. Осылайынан примерно жасап аламын. Яғни где-то осындай қылып жасап алам. И келесі жағын тоже қойып аламыз примерно. Келесі жағы примерно кетіп тұр екен. Сәл нардан кішкене алу керек екен. Өйткені мынаны қосқан кезде шамалы жартысы кетіп қалды. Осылайынан. И осы бойынша қырқып қазір мен дайындап аламын. Міне примерно осылай қиып алдым мойнын. Енді біз мына жердегі выточкасын тігеміз. Содан кейін барып артқы бөлігін сонымен сәйкестендіріп кесіп аламын.
Мына осылай дайындап алдым бөліктерді. Осы выточкасын. Ендігі кезекте осыменен мен астыңғы, яғни артқы бөлігін сәйкестендіріп, сонымен иықтарын теңестіріп, жаңағыдай мына нені сөктім. Содан кейін иықтарын теңестіріп, артығын кесіп тастап, осыменен дайындап алдым. Енді мен алдыңғы бөліктегі қосылған жерді оверлоктап алуым керек. Осы екі жерді оверлоктап иықтарын қосатын боламын. Көйлегімізді осылай тігіп қосып алдық иықтарын. Ендігі кезекте біз жағасын жасаймыз. Ол үшін мынаның радиусын табу керек. Яғни менде бұның радиусы 10 сантиметр. Енді 10 сантиметрді мен жасап аламын. Мынадай лен матасы бар тұғын. Осы лен матасынан мен жаға жасайтын боламын. Аулем. Так. Бір центрді аламыз. Содан 10 сантиметр өлшейміз. Енді мынау төбесіндегі центрден бері қарай 20 сантиметр түсіреміз. Мен 21 түсіремін. 21. Енді осы арада 9 сантиметр төмен түсіреміз. 9. Осы бөліктен бізге 2 дана керек болады. Екіншісіне пішіп аламыз. Мына 2 қабат қып дайындап алды. Енді бұл бір бетін қатты болып формасын ұстап тұру үшін мен мынандай дублерин жабыстырамын. Яғни бір бөлігіне дублерин пішіп алатын боламыз. Осылай дублерин деп алдым. Артық жаңағы шығып тұрған жерлерін қырқып дайындап алдым. Одан кейін 2 бөлігін қосып айналдырып тігіп шықтым. Осылайынан дайындап алдым. Енді
бөлігімізге мойын ойындысына осыны орналастырып тоже инемен қадап алдым. Ретке келдіріп, содан кейін айналдырып 0,5 етіп тігіп шықтым. Біз осылай жағамызды осылай тігіп алдық. Енді осы әдемілеп жату үшін мынаны былай жату үшін тігіміз қажет. Ол үшін мына ішінен мына материалдың остаткасы бар, содан косая бейка жасап аламын. Сонымен тігісін жабатын боламыз. Екі жағын қостық. Енді біз юбкасын қосуымыз керек. Бізде юбкасы белі үлкендеу. Мына көріп тұрсыздар, белі үлкен. Мен бұзғым келмей тұрғаны мына жерінде қалтасы бар. Мына. Сондықтан алдыңғы бөлігіне резинка жасаймын. Менде резинка өзімнің белімен өлшеп алам. Алдыңғы жана где-то осындай қажет. Соны мынаған жиырып тігіп аламыз. Осылай тек алдына ғана резинкасын орнатып алдым. Енді белін қосуым керек. Белін қосып тігіп, оны тоже оверлоктап алдым. Сол кезде ешқандай замоксыз, түймесіз кие беретіндей әдейі осындай резинка орнаттым. Бел бөлігін оверлоктап алдық. Ендігі қалған бізде рукавасы, яғни қолы, жеңі дейді. Алдыңғы жағы. Бізде енді мынау кең қалдырайын деп шештім. Сондықтан мына жағын жиыруға жет бізге. Фонарик жең болып тұру үшін былайынан. Сол кезде сәйкес келеді. Сондықтан мынадан айналдырып тігіп аламын әуелі. Мына осылай жиырып алдық. Екі жеңінде енді қондырамыз. Алдыңғы жағын тексереміз. Так, алдында. Мынау алды.
Мінде осындай әдемі көлік дайын болды. Өте ескі модельден. Осы уақытқа дейін почти 2 жыл жатқан екен. Сол көйлекті осындай әдемі көйлекке айналдырып алдым. Бұрынғы белбеу мынандай болатын. Енді жағасына сәйкестендіріп мынандай белбеу жасап алдым. Мына осындай жатқан үйден керексіз көйлектерден осындай әдемі көйлекті алсаңыздар болады. Дәл бұндай әдемі көйлек шығады деп ойламадым, бірақ ойымдағыдай шықты. Өте әдемі. Маған ұнады. Менің каналым ұнап жатса, менің жасап жатқан дүниелерім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыздар.